Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Астрид Линдегреннің «Ұзыншылық Пипи» кітабын ұсынайын деп отырмын. Астрид Линдегрен швед жазушысы, ол әлемге әйгілі балалар әдебиетімен атағы шыққан екен. Өздеріңіз білесіздер, бізде Карлсон және оның досы деген атақты кітап сериясы бар, және де бүткіл әлем танып білетін Ұзыншылық Пипи деген кейіпкер бар. Соның кітаптар сериясын жазған бізде швед жазушысы. Мен сіздерге бұл кітаптың бүткіл сюжеттерін айтпаймын, өйткені бұл кішкентай балаларға арналған шығарма деп айтсақ болатын шығар. Бізде қазақ тілінде осындай Пипи ұзыншылық деген 3 кітап сериясы шыққан екен, 3 бөлімнен бөлінетін. Менің қолымда қазір 2 бөлім бар. Бірінші шыққан бөлімі қазір сатылымда таусылып кеткен екен. Мен өзім балалық шағымда Пеппи длинный чулок деген орыс тілдегі нұсқасын оқыған болатын. Сол орыс тілдегі нұсқасында бір кітаптың ішінде осы 3 бөлімде болған екен. Мен өзім бірінші бөлімде не туралы екенін әлі есімде бар, бірақ та қазір қолымда 2 және 3 бөлімдері бар. Бұл кітап Пипи деген кішкентай қыз туралы болады. Ол өзінің шағын ғана қаласына көшіп кетеді, және де оның әкесі кеме капитаны болған, және де сол кеме апатында жоғалып кетіп, бүткіл ақшасын бір чемодан алтынмен ұзыншылық Пипиді жалғыз қалдырып кетеді, және де команда матростар, капитанның көмекшілері ұзыншылық Пипидің әкесі жоғалғандықтан Пипиді сол өздерінің бір жергілікті Швециядағы бір кішкентай қалашыққа апарады, және де сол қалашықта Пипи және оның маймылы мистер Николсон және де жылқыны Пипиге қалдырып, өздері ары қарай саяхатқа кетеді, әкесін іздеуге. Міне сол кезде біздің ұзыншылық Пипи деп аталатын қыздың оқиғасы басталады. Автор туралы кішкене айтып кетсем деп отырмын. Бұл бізде швед жазушысы, балаларға арналған әдебиет жазған. Оның өміріндегі қызықты сәттер туралы факттар айтып кетейін. Ең басында бізде Астрид жазушы болып бастаған кезде бір журнал газетте жазушы болып жұмыс істейді, және де сол жерде ол жап-жас 16-17 жасар қыз болады. Сол кезде ол газеттің бас редакторы бір өзінен сол Астридтан өзінен үлкен, бір 30 жас үлкен ер адаммен көңілдес болып, некеде, заңсыз некеде бір баланы туып алады екен 16 жасында, және де ол туысқандарына және достарына айтпай басқа қалаға көшіп, баласын балалар үйіне уақытша интернатқа өткізіп қояды, және де сол жерде баланы басқа отбасы асырайды, біздің Астридтің бірінші ұлын. Және де Астрид өзі қайтадан жұмысқа тұрып, ақша жинап, сол баланы қарау үшін ақша жинайды, және де Астридтің бірінші баласы солай бөтен отбасында тәрбиеленеді 1-2 жылдай. Сосын Астрид ақша жинап, өзіне аяғына тұрып алған соң баланы өзіне қайтарып алады, және де кейін өзінің екінші баласын туады, ол қыз болады, және де сол қыздың арқасында деп айтсақ болатын шығар, бізде әлемге ұзыншылық Пипи деген кейіпкер пайда болады. Бізде білеміз, аңыз бойынша, сол журналистердің айтуы бойынша, Астридтің қызы ауырған кезде жазушыға анасына әртүрлі қызықты оқиғалар айтып беруін сұрайды екен, және де Астрид Линдегрен өз қызына осы ұзыншылық Пипи деген өзі күші көп, ақшасы бар, және де үлкен адамдарды тыңдамайтын бұзық қыз туралы оқиғалар айтып береді, және де солай көп әңгімелер айтып, бір күні сол Астрид осы айтып отқан оқиғаларды қағазға басайын деп, әр оқиғасын осылай шағын-шағын оқиғалармен кітап шығарады. Міне бізде бұл оқиға сіздерге жалпы түсінікті болу үшін кішкентай 11-10 жасар қыз туралы болады. Оның Томми және Аника деген достар болады. Томми, Аника деген үлгілі отбасынан шыққан, және де өте ұқыпты, әдепті балалар болады. Ал ұзыншылық Пипи жалғыз өсіп жатқандықтан, жетім болғандықтан, ол өте сотқар, және де үлкендердің тілін алмай, өзі не істегісі келеді, соны істеп,
өте еркін өмір сүреді. Міне кітап бойынша оқиғалар өте күкінішті. Ішінде директор, мұғалім және де полиция қызметкерлері, ұрылар деген сияқты әртүрлі кейіпкерлермен Пеппи кездесіп, қызықты оқиғаларға тап болып жатады. Бірақ та осы қызықты оқиғаны күліп балалар ұнатса да, оны ата-аналар, ұзыншұлық Пеппи деген кейіпкерді ата-аналар көбісі ұнатпайды. Өйткені бұл кейіпкер үлкендердің тілін алмай, өте сондай бұзық қыз болғандықтан ата-аналар осы Пеппи, ұзыншұлық Пеппиге балалар қызығып, тіл алмай кетеді деген сияқты ой болған екен. Оқырмандар арасында екі топқа бөлінеді. Біреулер ұзыншұлық Пеппиді өте жақсы көрсе, балаларға оқытып, қызықты уақыт өткізсе, кейбір ата-аналар бұл кітапке қарсы шығып, оны балаларына оқытқызбауға және оған қарсы шығып жатады. Солай жүрген кезде бізде Астрид Линдгрен басқа да шығармаларын жазып, әлемге әйгілі атақты жазушы болып жүреді. Және де ол бізде Астрид Швецияда қоғамды саясатқа араласа бастайды, және де соның бірі Швеция әлемдегі ең бірінші мемлекет болып, кішкентай балаларды тәрбие кезінде ұру, физикалық бір жазалауды заңды түрде қорғайтын мемлекет болып саналады. Швецияда ең бірінші рет сол баланы қорғау туралы заң шыққан, сондай статья. Және де қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, Европада, батыс елдерінде кішкентай балаларды ұрып тәрбиелесек, ата-аналарына және де басқа да мұғалімдерге қатаң жаза қолданылады. Біздің елде ондай жаза енді келе жатыр деп есептеймін. Мектепте, бұрында мектептерде оқушыларды ұрып тәрбиелегенге көз жұмып қарасам, қазіргі кезде сол кішкене белсенді болып келе жатыр. Және де Европада сол Монтессори техникасы деген сияқты әртүрлі реформалар болған. Сол реформалардың ең бірінші қадамын жасаған осы біздің ұзыншұлық Пеппи деген кітаптың авторы Астрид Линдгрен деп те айтуға болады. Өйткені ол кішкентай балаларды тек қана сондай мейірімділікпен оларды тыңдап, балаларға көп еркіндік беру керек деген ұстаныммен тәрбиелеген екен. Қазір Европада өздеріңіз білесіздер, мектептегі реформалар біздің реформадан қарағанда өте айырмашылықтар көп. Мектепте және де оқу реформасында балалар партада отырмай, кәдімгі диванда отырып, ойын форматында сабақ өтеді, сол Швеция елінде. Ал бізде бұрынғыдай сол қатаң тәртіппен жазалау әлі де қалыптаған. Міне достар, мен сіздерге бүгін ұзыншұлық Пеппи кітабы туралы айттым. Кітаптың спойлерларын айтпадым. Өздеріңіз оқып, немесе кішкентай балаларыңыз болса, осы ұзыншұлық Пеппидің бастан кешкен оқиғаларын оқып берсеңіздер болады. Өте қызықты оқиғалар. Егер де осы шығарма ұнаса, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.